Салқын қанды ананың қыздары. Кейде маған келген клиент әйелдер, анам салқын қанды болды деп жатады. Кейде анасы да, әкесі де суық болған. Бірақ қазір әңгімеге салқын қанды аналарды арқау етелік. Суық ана қызының өміріне айшықты із қалдырады. Егер анасы салқын қанды болса, эмоционалды өте ұстамды, көбіне суық, баланы өзінен алыс ұстаса, мұндай отбасында өскен қыз бала өзін жалғыз сезініп өседі. Анасы ең қымбат ойыншық әперіп, ең тамаша секцияларға апарып, сәбиіне сені жақсы көремді тек сөзбен айтса, ал іс жүзінде баласын құшақтамаса, еркелетпесе, бетінен сүйіп елжіреп мейірін төкпесе, баланың жағдайы қиын. Мұндай ортада өскен бала есейгенде өз баласына да суық болады. Мейірімге тоймаған бала, балалығын ұрлатқан бала. Кейде анасы суық болса, мейірім полюсы әкеге ауып жатады. Ондай кезде әкесінің қызы болады. Себебі анасы суық. Неге суық ананың қызы лайық емес еркекті таңдайды? Мейірім сезінбеген баланы елестетші. Ол өзін керек сезінбейді. Өзін жақсы көретінін сезінбейді. Іштей үнемі, мен ешкімге керек емеспін. Мені басқалар жақсы көру үшін сүйіспеншілікке лайық болуым тиіс деп мазасыздықта болады. Мұндай қыз ата-ананың махаббатына лайық болу үшін қолдан келгеннің бәрін істейді. Көбіне анасының мейіріміне бөлену үшін шыр-пыр болады. Жетістіктен жетістікке ұмтыла береді. Карьера, көп бала табу, басқа салада да. Үнемі анасының мақұлдауына жалтақтап отырады. Енді бәрін дұрыс істедім ба? Енді мен жақсы көре аласың ба? Деп елегізеді. Бір клиентім айтты. Әкемнің қызы болдым деді. Анамның махаббатына мұқтаж болмадым деді. Мен мұндайға сенбеймін. Менің анаңыз қандай адам еді деген сұрағыма ол суық болатын. Ешқашан эмоциясын көрсетпейтін. Елжіреп, еміренбейтін деді. Қызы амал жоқ әкесінің қызы атанған. Әкесі шуақты, мейірімді, ал анасы суық. Өскенде қызы алмаған қамал қалмапты. Өзім істедім деп ойлаған. Өзім үшін деп. Маған анамның махаббаты керек болмады. Жақсы көрмесе, жақсы көрмей-ақ қойсын деді. Ол маған керек емес деген сөздерінде қайшылық көп еді. Көп сөйлестік. Ақыры ол бір рет мені әжеме апарып тастады. Қатты ауырдым. Анам 2-3 ай қасында отырды. Сондықтан ылғи ауыра бергенді қаладым. Әкем қызмет деді. Оны баламен отыруға жібермейтін. Анам демалыс алатын. Ол қасыма келгенде ауыра бергім келетін. Ауыра беретін дегенді айтып қалды. Сосын басын салбыратып мойындады. Анам жанымда болса деуші едім. Маған анам керек болады. Суық ананың қыздары мені ешкім жақсы көрмейді дегенді бойына сіңіріп өседі. Оларды жақсы көруге болмайды дегенге сеніп өседі. Сүйіспеншілікке лайық болу керек деп шешеді. Сондықтан ересек өмірде олар махаббатқа лайық болуы тиісті қарым-қатынасты тартады. Олар үздіксіз өз махаббатын дәлелдеумен өмір сүреді. Өзіне көбі жауапкершілік алады. Баланы өзі тәрбиеледі. Бизнесті өзі жүргізеді. Туған-туыстың мәселесін шешеді. 2-3 жұмысты қатар істейді. Сосын жан-жағына мен сүйіспеншілікке лайық болдым ба деп
телміре қарап жүреді. Алдымен ананың махаббаты, сосын күйеудің махаббаты. Мұндай әйелдердің күйеулері де бір сұмдық боп жолығады. Менің махаббатыма лайық болуың тиіс деп мұрнын шүйретіндер. Әркез дәлелдеп әуреге түсу, мұндай әйел дәлелдеп шаршайды. Ал ондай еркектің махаббатына лайық болу мүмкін емес. Тұйық шеңбер. Ең дұрысы психотерапевтке қаралып, тұйық шеңберден шығу. Анна Кирьянова.